Мен келісемін, сақтауымыз қажет, дарынды балалар оқысын, бірақ мына конкурстық іріктеуді ауылдың баласы үшін өзгерту керек. Қаланың баласында 100 және одан көп репетиторлық орталықтар бар. Ол жерге барып ата-ана өзінің баласын қалай дайындай алады, сол конкурстық іріктеуден бала оқуға келе алады. Ауылдық жерде ондай мүмкіндік жоқ. Сәйкесінше ауылдың мектебінің баласы зияткерлік мектепке оқуға түсуге қазіргінің өзінде бір дұрыс тең емес сондай механизмдер орын алып отыр. Сондықтан ауыл баласына республикалық физика-математикалық мектептер секілді өздері барып іріктеп алып, ауылдың баласы да республикалық бюджеттен, халықтың салығынан кетіп отырған ақшаның жақсылығын көру керек. Оның ішінде де 10-15% әлеуметтік аз қамсыздандырылған. Үйінде 5 баладан 10 балаға дейін, тіпті 4 баладан 6 балаға дейін балалары бар көп балалы отбасылардың балаларына да менің ойымша квота беру.